Саламатсыз ба? Сіздермен бірге Тайыр Нұрпейісов, Тестми каналы, және бүгін біз координаттар тәсіліне байланысты есеп шығарамыз. Есептің берілгені келесі. Шеңбердің ішіне шаршы сызылған. Б төбесінің координатасы 9-да 9. Д төбесінің координатасы -1-де 3. Шеңбердің центрінің координатасын табыңыз. Осындай түрдегі есептерді шешу үшін алдымен біз сызбаны сызайық. Яғни мынау бізде координаттар жүйесі болады. Осы x өсі, ал осы y өсі. Және алдымен d төбесін салайық. X бойынша -1, y бойынша 3. Яғни -1 бізде мынақта болса, -3 бізде мынақта болсын. Яғни d төбесінің координатасы осы болады. Енді бір 9-ды ойша белгілейік осы жақта y бойынша. Ал x бойынша 9 осы жақта болсын. Яғни осы жақта бізде b төбесі болады. Бізде шаршы ABCD, яғни белгілеу бұлай болуы мүмкін. ABCD. Немесе осы жақтан болса мүмкін. ABCD. Бізге ол үлкен мән бермейді. Себебі бізде шеңбердің центрінің координатасын табу керек. Яғни біз бұлай белгілейік. Мысалы ABCD осындай түрде болсын. Яғни шаршы бізде осындай болады дейік. Шаршы шеңбердің ішіне сызылған. Бізге шеңбердің центрінің координатасын табу керек. Алдымен шеңбердің центрі қайда орналасады? Осыны білу үшін біз геометриядан алған білімімізді қолданамыз. Осылай біз шеңбердің диаметрін жүргіземіз, және осы шеңбердің диаметрі осы шаршы үшін диагональ болады. Және де шеңбердің центрі, мынау диаметрі болған соң, ортасында орналасады. Яғни мынау радиус болады, мынау да радиус. Яғни BD диагоналі үшін ол қақ ортасы болады. Енді бізге осы O нүктесінің координатасын табу үшін, егер де ол қақ ортасында орналасса, онда оның x координатасы бар және y координатасы бар. Оны біз қалай есептейміз? Яғни екі нүкте бізде берілсе, және сол екі нүктенің арасындағы кесіндінің ортасының координатасын табу үшін x бойынша координатасын қосамыз, және оны 2-ке бөлеміз. Y бойынша координатасын қосамыз, және 2-ке бөлеміз. Міне осыдай қарапайым формула. Яғни біз осы O нүктесінің координатасын табу үшін B мен D төбелерінің x координатасын қосып 2-ке бөлеміз, және y координаталарын қосып 2-ке бөлеміз. Ал енді осыны табайық. B-ның x координатасы 9 қосылған D-ның x координатасы -1 бөлінген 2. Және y координатасы 9, D-ның y координатасы 3 бөлінген 2. O нүктесінің координатасы, яғни 9-дан 1-ді алсақ 8, 2-ке бөлсек 4 болады. Және 9-дан 3 қоссақ 9-ға 12 болады, 2-ке бөлсек 6 болады. Яғни осы жауап бізде дұрыс болады. Айтарлықтай ұбытуда мысалы мынандай жауап болуы мүмкін. O нүктесі 4-те 6. Және сіз асығып осы жауапты белгілеу мүмкін болады. Алдыңғы сабақта айтқандай, осы координаталар бізде x болады, ал осы координаталар бізде y болады. Соны ұмытпаңыз есеп шығарғанда. Ал сіздермен бірге болған Тайыр Нұрпейісов, Тестми каналы. Көп рахмет сізге.